Бүгін мен сіздермен бірге инстаграмдағы сілтемені қалай аламыз, соны көрсететін боламын. Посты емес, әрбір посты емес, инстаграм өзім прямой инстаграмға сілтемені басқанда осындай бет шығатындай етіп прямой инстаграм кіретін етіп қалай аламыз, соны көрсететін боламын. Алдымен маған тіркеліп алыңыз. Бұл жерде көптеген алдағы уақытта пайдалы ақпараттар болады. Ендеше кеттік. Міне қарасаңыздар, мына жерде профессиональный панелінің астында оң жағында поделиться профилін деген тұр. Соны басамыз. Басқан кезде мынау поделиться профиль деп тұр ғой, мына стрелкамен. Соны басамыз, содан кейін скопировать етеміз. Кімге жіберу керек? Мысалы, кімге жіберу керек? Соны бүйтіп басып, WhatsAppқа барып, басып тұрып, ставить етеміз да жібереміз. Міне, сол кезде автоматты түрде үстін басқан кезде өзіміздің, міне, қазір көрсетемін. Үстін басқан кезде автоматты түрде инстаграмға кіріп кетеді.